Барлығына сәлем. Сіз тігін саласын хобби ретінде бастап жатқан болсаңыз, күрделі, қымбат құралдарды бас кезде алудың қажеті жоқ. Осы видеодағы минимум 10 зат болса, белдемшеден бастап пальтоға дейінгі кез келген киімді тіге аласыз. Ол құралдарға не жатады? Бірінші, ол сантиметрлік лента. Лентаны таңдау кезінде оның екі жақты болғанына мән беріңіз. Яғни екі жағы 0-ден басталуы керек. Дұрыс өлшем алуға және басқа да көптеген мақсаттарда қолданады. Екінші, миллиметрлік қағаз. Жай қағазға қарағанда миллиметрлік қағазда выкройканы құрастыру өте ыңғайлы және бірден түзу дұрыс шығады. Үшінші, калька. Сызбаны дәл көшіретін жылтыр қағаз. Оның орнына бас кезде ас үйдегі пергамент қағазында қолдансаңыз болады. Негізгі выкройканы калькаға көшіріп, калькадағы выкройканы қалауымызша өзгерте аламыз, яғни моделирование болады. Төртінші, үтік үстелі, гладильная доска. Егер үйіңізде үтік үстелі болмаса, жаңасын сатып алар кезде қосымша қолды, жеңді үтіктеуге арналған арнайы жабдықтармен бірге сатып алыңыз. Бесінші, үтік. Қазіргі таңда кез келген үйде үтік бар. Сол барымен тігін тігуді бастай беріңіз. Ал егер жаңасын сатып алатын болсаңыз, тұрақты түрде бу шығаратын кнопкасы және тігінен бумен үтіктеу функциясы болуын таңдаңыз. Алтыншы, ине түйреуіштер, булавки. Көбінесе бірден 1000 штук, 1000 данасы бірден сатылады. Және осылары ең сапалысы. Ал егер бас жақтарында тастары бар кеңсеге арналған инелерді алып қойсаңыз, олар жұқа маталарды із қалдырып тесіп жібереді. Жетінші, қайшы. Тігінге арналған қайшының сабы осындай болып келеді. Бірден сапалысын алуға кеңес беремін. Қайшыға келгенде осындай арзанына жүгірмеңіз. Сегізінші, вспарыватель для петель. Сөгуге арналған құрал немесе сөккіш. Бұл құралды бірден алуға кеңес беремін. Матаны бүлдірмей, жіпті сөгуге арналған кішкентай ыңғайлы құрал. Тоғызыншы, шипшик немесе швейные кусачки. Тігін машинасын алдында үлкен қайшының орнына осы кішкентай шипшикті қолданатын боламыз. Оныншы, әрине ол тігін машинасы. Нарықта тігін машинасының бағасы 30 000 теңгеден 1 000 000 теңгеге шейін кете береді. Осы тігін машинасын қалай таңдау керектігі туралы арнайы видеоны келесі сілтемеден өтіп қараңыз. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыз.